сабағымызды біз бірінші психологиялық ахуалды туғызу үшін тақтаға назарымызды аударамыз. Көптеген сабақты тиімді балалар, бүгін сіздерді 3 топқа бөліп отырмын. Жаңа сабаққа байланысты біз бірінші топта алаш тобын алып отырмыз, екінші топ партия тобы, үшінші топ қазақ тобы, яғни қазақ газетіне байланысты алып отырмыз. Енді біріншіден спикерлерімізді сайлап алайық, бүгінгі сабақта бағалау үшін. Бізде бірінші топта алаш тобында, яғни өзіміз болмыз, спикерде балалар барлық оқушылардың аты жөнін жазып аламыз. Ары қарай кім қалай жауап берді, соған қарай балл қойып отырамыз, ұпай қойып отырамыз. Сіз екінші топта Мадина, үшінші топта бізде Маржан болады. Үй тапсырмасын сұрау үшін балалар, біз 100 тапсырмасымен бастаймыз. Тақтаға назар аударыңыздар. Жаңа платформаны Апай, Құлжанова. Жарайсың. Өзіңде бір ұпай жазып алыңыз. Келесі назар аударамыз. Кәсіпорындардың жұмысшылары ереуілге шықты. 1917 жылы 20 шақырымда Петроград қаласында көтеріліске шықты жұмысшылар. Дұрыс берген балалар тәңірсіздей. Жарайсың. Созбай облысына уақытша үкіметке кім сайланды? Әлихан Бөкейхан. Дұрыс. Қандай газет арқылы қазақ халқына арнайы үндеулер жолданды? Қазақ газеті. Ұпайларымызды белгілеп отырамыз. Кездері қашан болды? 17 Біз кімді көрдік? Балалар, келесі бізде әдісіміз суреттер сөйлейді әдісі. Суреттерде, портреттерде кімдерді көріп тұрмыз? Ахмет Байтұрсынұлы, Біржан Дулат, Мағжан Жұмабаев, Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақ зиялылар болып келеді. Енді бейнес ашық. Қазақ баласы күшті табылған керек. Түсіндірген ол зиялылар қазақ ішіне Еуропа ғылымы бере танылсын. Қазақ газеті қазақ жұртына әрі мәдени езігі, әрі сырт жұрт жағынан күзетші болсын деп жазды. Ең бірінші сот, земство мәселелеріміз сол қазақ газетіне көтерді. Қазақтың болашағы қатар 5 жылдан бастап басталды. Және де сол қозғалыстағы маңызды оқиғалардың бірі ол қазақ газеті ұлттық демократиялық кездесуі солар болды. Және де сол жердегі көтерілген мәселелерді халықтарға баяндап отыр. Жарайсыңдар. Жаңа сабағымыздың тақырыбын жазып аламыз. Алаш партиясының құрылуы, қоғамдағы рөлі мен қызметін талдау. Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлімен танысамыз. Және де Алаш партиясының бағдарламасының әлеуметтік, экономикалық, саяси бағыттарын жіктейміз. Сабақ бойынша ойлан, бөліс әдісі бойынша енді алдарыңызға топтық жұмыстарды беріп отырмын. Топтық жұмыста бізде бірінші топта балалар, бүгінгі жаңа сабақ бойынша сіздердегі алаш тобына қиынды қағаздарды береміз. Осыны құрастырып, сұрақты табамыз және де жауабын анықтаңыздар. Бізде мына тапсырманы орындаңыздар. Тапсырмаға жасырын сөйлемнің әдісін ары қарай толықтырамыз. Қандай сұрағымыз? Қазақ съезді 1917 жылы шілдеде және Алаш партиясының құрылуы. Көріңіздер ғой. Жалпы сіздер құрылуы туралы анықтайсыздар. Милиция қайда болады?
Kamera. Kaptaş, baklama Бірінші Алаш партиясының құрылуы 1917 жылы шілдеде болған. Оның орталығы Семей қаласы. Алаш қайраткерлері Ахмет Байтұрсынұлы, Бөкейхан, тағы да Дулатов, тағы да басқалары болған. 1905 жылы Алаш қозғалысы қатты жанданған кезең болды. Осы қазақ зиялыларының 1917 жылы шілде айында қайда барыпты балалар? Орынборға бірінші қазақ съезі болған, сол кезде қазақ елінде осы тарихи өзгеріс болады. Бұл тарихи өзгерісті не деп атайды? Алаш партиясының жетекшілері кімдер енді? Алаш партиясын құрған ол Әлихан Бөкейхан болды. Және де ол Алаш қайраткерлері Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Құмаров және тағы басқалар болған. Бөкейхан қазақ газетінде өзінің кадеттер партиясының шлайтын қазақтың жалпы ұлттық партиясының құрғысы келетін мәлімдеді. Және де ол жерде үш мәселе шешілді. Біріншісі ол кадеттер жерді жекеменшікке алу. Ол жерде егер де жекеменшікке жерді өздеріне алса қазақ халқы жерсіз қалады. Екіншісі дінді мемлекеттен бөлуге қарсы болды. Үшіншісі ұлттық автономияға қарсы болды. Алаш партиясы өздері автономиясын ашамыз деді. Екіншісі, съездің күн тәртібінде 14 мәселе құралды. Олар мемлекеттік басқару жүйесі, қазақ облыстарының автономиялығы, жер мәселесі, халық мәселесі, земство, халық мәселесі, дін мәселесі, әйелдер мәселесі болды. 1917 жылы қазақ зиялыларының өкілдері өз мүдделері және Ресей империясының интеллекциясы аралығындағы айырмашылықты байқады. Және де соның арқасында Алаш бағдарламасын құруды жоспарлады. Және де бұл партияны жасаған Дулатов, Байтұрсынұлы және Құмаров жасады. Бұл партия 10 тараудан тұрды. Назар аударамыз балалар, бізде енді қазақ тобы. Жалпы, яғни сіздерге не берілді? Жасырын сөйлемдерді беріп отыр, балалар. Жасырын сөйлемді толықтырамыз. Қосымша мәліметтерді анықтай отырып, біз жасырын мәліметтерді алып отырмыз. Неге бөлімде қазақ әскерлік міндетін атты милиция түрінде атқару керек делінді? Яғни 1917 жылы Орынборда бірінші бүкіл қазақ съезі өтті және ол съезде осы Алаш партиясының мақсаты туралы айтылды. Және де мысалға қазақ газетінде күн тәртібі орнады. Ол күн тәртібі 14 күн тәртібінен тұрды. Және соның ішінде осы қазақ әскерлерінің міндеті атты милиция түрінде атқару болды. Яғни біз кәдімгі қоғамдық өмірге ауысуымыз керек. Біз енді қазақ әскерлері емес, милиция түрінде түрлі қоғам орнау керек болды. Екінші Бағдарлама жобасындағы деп аталатын жерді алдымен қойылды. Бағдарлама жобасындағы жер мәселесі, жерді алдымен тұрғылықты халыққа беру және де кені, қазынасы, өзендері, көлдері, ағаштарын барлығын осы мемлекет меншігінде болуға жетеді. Және де бұл негізгі Алаш партиясының мақсаты автономия теңдігі және жерін қазақ өлкесін біріктіру және де негізі автономия дегеніміз осы бір елдің өзін-өзі қорғау құқығын, өзін-өзіне заңдар қоюы. Яғни біздің қазақ халқымыз осы Ресей мемлекетінен бөлек өзінің тағы заңдарын құрғысы келді. Және де
1917 жылы 21 қарашада осы қазақ газетіне Алаш партиясының нақты бір жарияланды, бағдарламасы жарияланды. Және де қазақ газетіне Алаш партиясына құрған және сол жобасын құрған біздің зиялыларымыздың бірі Мұржақ Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы және Ғұмаров. Жарайсыңдар. Тапсырмаға назар аударамыз. Бізде енді жұптық жұмыс бар. Жұптық жұмыста бір-бірлесіп, бірімізді қолдау жасап, жұптық жұмысты орындаймыз. Осыған дұрыс және бұрыс анықтаймыз.